көркем әдебиеттің құнары, көркем әдебиеттің әулиелігі, көркем әдебиеттің қуаты бұл ұлттық кодқа байланысты, жаңағы салт дәстүрлерге байланысты, жалпы ұлттың дамуына байланысты. Сауатты сөз саптау, мағыналы теңеу, шұрайлы тіл мен көркем кестелі тіркес. Бұл Мархабат Байғұттың шығармаларына тән тәсіл. Жазушының еңбектерін оқи отыра қазақ тілінің соншалықты бай екеніне шүбә келтіре алмассың. Су астынан терген асыл маржандай мағыналы сөздерді дөп жеткізіп, орынды қолдану, 90 ауыз сөзді бір сөзбен түйіндеу қазақ тілінің негізгі ерекшелігі. Мархабат Байғұттың қырағы оқырмандарының пайымы осыған саяды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиер әзілімен астарлы әжуасы оқырманын қызықтыра жетелеп, кейіпкерлер әлеміне жол ашады. Әдебиет деген ол әулие нәрсе ол. Ол қасиетті өнер. Оны жаңағы әлеуметтік желі мынандай екен деп, әлеуметтік желінің әулиелік жағы бар. Тестілеудің тексіздікке ұрындыратын жақтары бар. Соларға тексіздік ұрынып кетпей, әулиеленіп кетпей, ойбай дүние жүзі бүйтіп жатыр екен деп кетпей, әдебиеттің құнарын, көркем әдебиеттің өзінің қасиеттерін икемдегенмен бәріміз сақтап қалуымыз керек. Мұхтар Әуезов айтқан, оқырманға икемделеміз деп төмендеуге болмайды. Анау төмендегі жатқан оқырманды біз тартуымыз керек деп қолын битіп тұрып айтқан осы. Ол кісі бізге сабақ берген жоқ. Біз барған кезде ол кісі қайтыс болып кеткен. Әуезовтың сөздерін бізге жаңағы әдебиет ардыңыз дейтін Зейнолла Қабдолов айтатын. Әуезов битіп айтатын. Төмендей бермесін шығармалар. Оқырманды керісінше былай тарту керек шығарма. Осынды ұмытпайық та. Сайтта керек, әлеуметтік желілерде керек. Интернетсіз өмір сүрмейміз, бірақ президентіміздің өзі айтты ғой. Интернетте көп итінгендерді, кітапты көп оқығандар басқарады деді. Осынды ұмытпайық. Тынымсыз еңбектің тарлан позы. Мархабат Байғұт қазақ әдебиетіндегі тақырыптарын мәнер машығына келтіріп, керемет бейнелеген суреткер. Әсіресе оның бүгінгі қазақ прозасына, оңтүстік өңіріне тән диалект сөздердің дәмін кетірмей, енгізуі де сүйсінерлік құбылыс. Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтің осы облыстарды аралағанда әрбір жергілікті сөздерді жазып алып, оларды өз очерктермен шығармаларына шұрайландыра, тың тілмен өзгеше өрнек дарытып беруі әдеби тіліміздің құнарын байта түскенін ескерсек, Мархабаттың да оған қосқан үлесі зор. Жазушының осы күнге дейін жариялаған 7 повест, 100-ден аса әңгімесі бүгінгі қазақ прозасының да жеткен жетістігі. Шукчиннің, Ирвингтің, Айтматовтың, Кимнің, Покальчуктың, Андрееваның шығармаларын қазақ тіліне тәржімалаған. Сондай-ақ 2015 жылы Түркияда «Дауыстың түсі» атты әңгімелер кітабы түрік тілінде шықты. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің бауырмал сыйлығының, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. 1996 жылы құрмет орденімен, 2014 жылы парасат орденімен, көптеген мерекелік медальдармен марапатталған. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. 2007 жылы оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы. 2009 жылы Қазақстанның құрметті журналисі атақтары берілді. Түлкібас және Бәйдібек аудандарының құрметті азаматы. 2016 жылы халықаралық түркі әлеміне қызмет сыйлығын алды. Әсіресе жас буынның қазақ тілі мен әдебиетіне деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігінде Мархабат Байғұт шығармаларының үлесі орасан. Кезінде облыстық тіл басқармасында басшылық жасап, мемлекеттік тілдің мерейін арттыруға сүбелі үлес қосты. Қазақ тілінің өсіп өркендеу жолында өлшеусіз еңбек еткен арда азаматтың төккен тері текке кетпеді. Осындайда өлді деуге болама, айтыңдаршы, өлмей тұғын артынан із қалдырса деген өлең жолдары еріксіз еске оралады. Мархабаттың туған тіліне деген махаббаты өзгелерден ерек еді.